Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Мен қашан хабарласады деген тақырыпты алып отырмын. Өйткені көп сұрақтар қойылады. Қашан келеді, қашан хабарласады, бірінші көзі хабарласады ма деген сияқты. Көбінесе сондай сұрақтар келеді. Қашан хабарласады, қашан хабарға шығады деген сияқты. Мен қазір жігіттерге и әйелдерге бөліп екеуін бірдестен ашам. Қашан хабарласады деген енді ер азаматтарға біртүрлі шығар. Но все равно бірінші әйел адам хабарласуы да мүмкін да бұл жерде. Тек қана ер азаматтар ғана хабарға шыға беруде ондай болады, бірақ ондай мүмкін емес. Егер де әйелдің де өзінің ойы болып, жағдай өзі сол еркекті қалап, сағынып хабарласу да бар ғой. Сол себептен мен осы әйелдермен және ер азаматтарға деп екіге бөлемін. Так, бірінші мен ер азаматтарға, екінші әйел қыз-келіншектерге қашан хабарға шығады. Мен бірінші әйел шықты. Мен қазір ер азаматтар тауып алайын. Так, ер азамат шықты. Ер азамат қашан хабарға шығады. Қазір көретін боламыз. Бірінші ер азаматтардан бастаймын. Қашан хабарға шығады дегенде мен күн болсын, апта болсын, болмаса ай болсын, болмаса жыл болсын деген сияқты мен сол нақтысын айтатын боламын. Жігіттеріңізді болмаса өзіңіздің жақсы көретін қыздарыңызды ойлап отырсаңыздар болады. Бірінші жігіттерге ашам. Қыз қашан хабарға шығады. Егер де өзіңіз хабарға шығып қойсаңыз, онда қыздар да шығады ғой, мысалы. Енді күтпесеңіз де ашып көрейік. Күтіп жатқан жігіттер болса да көрсін деп айтқым келеді. Так, 6 күн деп тұр. 6 күн хабарға шығады ма? Иә, қазір айта жатамын. Енді қыздарға жігітім қашан хабарға шығады. Енді осы айтып кетейін, бірінші жігіттерден бастайын. Жігіттер, қыз қашан хабарға шығады. Яғни бұл жерде не көріп тұрмыз? Бұл жерде жаңадан сезім ашылу, яғни қыздың. Бұл жерде аяқталмау деген сияқты болып тұр. Қыз білмейді, екі ойлы болып тұр. Бірақ сізбен бір қатты қарым-қатынасты қалайды, қыз қалайды. Сол себептен бір 6 күн деген сияқты болып тұр. 6 күннен кейін хабарға шығуы мүмкін. Өйткені сізді қалайды, жаңадан сезімі ашылып жатыр. Басқа қырынан да бір танытқан шығарсыз. Сол себептен қыз өте асығыс десем болады сізге. Енді қыздарға келетін болсақ, қыздар қауымына, жігіт қашан хабарласады. Яғни жігіт отбасылы ер азамат. Бұл жерде яғни умеренность деген шығып тұр. Бұл жерде жігіт асықпайды. Өйткені қолайлы сәтті күтуде жігіт. Міне, жігіт қазіргі таңда дәл қазір хабарласпайды, бірақ алдағы таңда, может 2 апта. 2 аптада хабарға шығуы мүмкін. Осымен менің растладым аяқталды. Егер де сіздер жеке аштыртам деп жаңағыдай қашан хабарға шығатын жігіттің белгілеріңіз келсе, онда мен WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Сау болыңыздар.